Қазақстан және Корея дара жолмен жарқын болашаққа. Осындай ұранмен елордада Корея аптасы өтуде. Бүгін кешкі сағат 6:30-да Қазақстан орталық концерт залында Қазақстандағы Оңтүстік Кореяның жылы салтанатты түрде ашылады. Осынау шара алдында Кореяның саяси тұлғалары, кино эстрада жұлдыздары баспасөз мәслихатын өткізді. Біздің елімізде соңғы жылдары Корей сериалдары кеңінен танымал бола бастағандықтан жиналғандар актер Сон Иль-гукке сауалдарын жолдады. Ал кореялық фильмдердің жұлдызы Астанадан алған әсермен бөлісіп, қазақтың көк байрағының терең мазмұнына тәнті болған жеткізді. Қазақстандағы Корей жылы аясында бүгіннен бастап кинофестивальдер, концерттер, фотокөрмелер, жалпы 30-дан астам түрлі мәдени шаралар ұйымдастырылмақ. Өткен жылы Корея Қазақстан жылын атап өткен болатын. Бұл шаралар екі ел арасындағы ынтымақтастықты, экономика, саяси, енді мәдени жағынан да нығая түсті дейді корейліктер. Қазақстандықтарға жақсы қарсы алып, қонақжайлық көрсетіп жатқан үшін алғысымды білдіремін. Біз үшін Қазақстанмен әріптестік өте маңызды. Екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту үшін экономикалық қарым-қатынас қажет. Бірақ мәдени, рухани байланыстың да рөлі зор екенін есте тұтқан жөн. Бүгіннен басталатын Кореяның Қазақстандағы жылы екі халықтың достастығын нығайта түсетініне сенімдімін.